Қау жерге араң бір күт ұшқыры таза бұл жігітті. Шу бойынан Бетбақталаға дейін созылған лан асыр жерді алып жатқан Мойынқұм ауданы жер көлемі жағынан Қазақстандағы ең ірі аудандардың бірі. Сөгіліп, құм жатады сырғып құлап, бекініп бір тұрмайды басын құрап. Бүгін бар ертеңіне кетеді көшіп, еш білген емес, жөн сұрап деп, қазақтың көрнекті ақыны Иса Байзақов жырлағандай, бір көрген адамға бұл өңірдің табиғаты қатал, сұсты көрінуі мүмкін. Ежелден қазақ халқының құтты қонысы, жайлы қонысы, ырысы мен берекесі болып келе жатқан қасиетті ата мекенінің жылдың қай мезгілінде болмасын, өзіндік қайталанбас сұлу көркі бар. Әсіресе құмды дала көктем кезінде сұлу бой жеткенде ерекше құлпырып кетеді. Жасы желекке бөленген сексеуіл, жүзген, жыңғыл, боямық нағыз ну орманға айналады. Дала төсі қырмызы қызғалдаққа бөленіп, жылдың осы бір ғажайып кезінде шу өзені еркелей ағып құмды өңірге нәр береді, өмір береді. Мойынқұм қазақ халқына жыралыбы, жамбыл дүниеге келген қасиетті жер. Бұл өлкө ақындығы мен шешендігі мен дараланған, Қылышбайдың, атақты қобызшы күйші Ықыластың, жыршы Бектастың, әнші Латипаның туып өскен жері. Қазақтың көрнекті ақыны Иса Байзақов бұл өңірге арнайы ат басын бұрып, өткен ғасырдың орта шенінде қазақтың батыры, Кердем мен Қалмақтың ару қызы Құралайдың арасындағы шынайы махаббатты жырға қосып поэма жазды. Құралайдың сұлу күмбезі бүгінде Мойынқұм өңіріндегі киелі де қасиетті орындардың біріне айналды. Есімі бүкіл кеңестер одағына белгілі, екі мәрте социалистік еңбек ері атақты шопан Жазылбек Қуанышбаев осы өңірдің бір өрені. Қазақ халқының тәуелсіздігіне жол ашқан 1986 жылғы атақты желтоқсан көтерілісінің қаһарманы Қайрат Рысқұлбеков та осы өңірдің даңқты перзенттерінің бірі. Бүкіл қазақтың мақтанышына айналған көптеген перзенттер Мойынқұм өлкесінен қияға қанат қақты. Мойынқұмдықтар құрмет тұтатын арыс азаматтардың бірі Қазақстанға емес, көптеген жақын алыс елдерге есімі белгілі инженер-конструктор, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, техника ғылымдарының докторы, академик Көпсекбай Рәтқұлұлы Төлебаев замандасымыз. Көпсекбай менің алғашқы шәкіртім еді. Бірінші кластан бастап 4-ші класқа дейін 4 жыл оқыттым. Көпсекбай сабақты өте жақсы оқыды. Ол сабақты да жақсы оқыды, тәртібі де сондай жақсы болды. Сондықтан Көпсекбайды мен өзімнің туған баламнан кейін көрмеймін. Сол еңбегімді ақтап, Көпсекбай үлкен дәрежеге жетті. Мен оны күндіз-түні ойлап қуанып отырамын. Техника ғылымының докторы, профессор болды. Оны әр уақытта жатсам да, тұрсам да есім алып қуанып отырамын. Көпсекбайға Алла тағала менің жасымды берсін. Міне 60-қа толса, ертең 70-ке, 80-ге, 90-ға толсын. Мен әр уақытта оқытқан балаларым Көпсекбайдай болса екен деп Алладан тілеймін. Өмір жасы ұзақ болсын. 1967 жылы Мойынқұм ауылындағы орта мектепті бітірген соң арман қуып, Қазақ политехникалық институтына оқуға түсіп, құрылысшы инженер мамандығын алып шықты. Ескі кітаптың мұқабасына жазылған мына қолтаңбада Көпсекбай үшін ерекше ыстық, қымбат. Сүйікті ұстазы Боранбек Әлімовтің 1967 жылдың 28 маусымында шәкіртіне арнап жазған өлең былайша өріледі. Көпсекбай көптен озған бала болғын, құлы көсем Лениндей дана болғын, көп оқып білім алып, мұхтарға ұқсап, халқыңа ақыл айтар, аға болғын.
ғылымның тайсалмастан шыңына жет, өмірдің күнде өзгеріс сырына жет. Атамыз ұрпақ шашқан, өтті құмай оқыды сол ұрпаққа қызмет ет. Өмірде кездесетін қиындық мол, жеңіп шық, өжет болып жасқанбай тек. Бұл сөзді еске алып жүр мәңгілікке, ұстазым айтып еді осылай деп. Белгілі ғалым, құрылысшы, инженер, ұстаз жүрегінен шыққан осы үш шумақ өлеңді бой тұмардай сақтап біледі. Көпсөкбай 1973 жылы Алматы политехникалық институтын бітіріп, 1995 жылға дейін Алматы Гипрогор бір мемлекеттік жобалау институтында инженер, конструкторлар тобының жетекшісі, жобаның бас конструкторы, шеберхана басшысы сияқты лауазымды қызметтер атқарды. Сондай-ақ 1995-2000 жылдар аралығында Қазақ мемлекеттік сәулет құрылыс академиясында аға оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі болып еңбек етті. Көпсөкбай Рәтқұлұлы Төлебаевтың құрылыс және сәулет өнерінде алатын орны ерекше. Осылардың ішінде Алматыда 83 жылы пайдалануға берілген Арасан емдеу сауықтыру кешенесі моншасының орны айрықша аталады. Теңдесі жоқ Арасан кешенінің салынуына сол кездегі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаев пен ауыл құрылысы министрі Қорған Мусиннің сіңірген еңбегі ерекше. Ежелгі шығыс үлгісіндегі күмбезді сәулет құрылысының жобасын жасау ерекше ізденіспен еңбекті, тынымсыз іс-әрекетті талап етті. Ғалым мен мамандар Мәскеу, Ташкент және Балтық жағалауы елдеріне сапар шекті. Тіпті Венгриядағы ежелгі шығыс моншасын барып көруге тура келді. Бәрібір айналып келгенде Түркістандағы моншаға жетпеді. Ежелден қасиетті саналатын Түркістандағы мәрмәр монша бәрінен артық болып шығып, ескі моншаның құрылысы мен қасиеті жобалаушыларды тәнті етті. Арасан 80 жылдары СССР-дағы номер бірінші монша атанды. Осы Арасанға қазір мен айтсам сенбейді. Ленинградтан келіп, осы моншаға арнайы келіп түскен адамдар болды. Алтай өлкесінен келіп арнайы түскен адамдар болған. Оны жаңағы Арасанның архивінде бұның бәрі сақтаулы. Мына Москвадан атақты бір профессор келеді селқозға. Келгеннен кейін анау селқоздың мұғалімдері Арасанды көрсетеді. Ана профессорға атақты академикке. Сонда буланып отырып, шығыс моншасында отырып Арасанды көргенде, мынандай ғажайып моншаны мен өмірімде көрген жоқпын дейді. Ал осы моншаны салған адам Қонаевтың және оны сәулеткерлердің мен бетінен 100 мың есе қайтара сүйетін едім деп айтқаны бар Арасан жайында. Енді Арасанның сол кездің өзінде бұл тек қана Арасан жуынатын жаңағы тән тазалатын емес, бұл рухани сауықтыру орталығы. Бұның бір емдік қасиеті болды. Бұл жөнінде дүние жүзіне тарайтын Правда, Известия және Советская культура газеттері Арасан жөнінде асқақтата жазып, КСРО-да теңдесі жоқ монша деп бағаланды. 1984 жылы Арасан емдеу сауықтыру кешенінің жобасын жасағаны және тиімді инженерлік құрылыс жұмыстары үшін ерекше көзге түскен бір топ мамандарға Қазақ СССР мемлекеттік сыйлығы берілді. Солардың арасында 34 жастағы талантты құрылысшы сәулетші Көпсөкбай Төлебаевтың болуы бүкіл қазақ халқын үлкен мақтаныш сезіміне бөледі. Бой көтерген небір әсем, зәулім ғимараттарда Көпсөкбайдың қолтаңбасы сайрап жатыр. Атап айтқанда ол бүгінде Алматы қаласына ерекше сәнмен көрік беріп тұрған Мұхтар Әуезов атындағы қазақ драма театрының, бүкіл Орта Азия бойынша өзіндік өрнегімен ерекше көзге түсетін Алматыдағы орталық мешіттің, Әл-Фараби даңғылында бой көтерген әсемді айшықты ғимарат Нұр Мүбәрак атындағы Египет ислам орталығының, Риц Палас сауда көңіл көтеру ойын сауық орталығының, Оңтүстік Қазақстан облысындағы нағыз ұлттық сипатта бой көтеріп, көз қуанышына айналған Домалақ ана кесенесінің авторы.
Республика жұртшылығы белгілі құрылысшы конструктордың бұдан басқа да көптеген ғимараттардың авторы екендігін жақсы біледі. Домалақ ана кесенесінің кешені құрылыс ретінде осының жобасын іске асырып, неге пайдалануға беруге атсалысқан азаматтардың бірі Алматы Гепрогор институтының жобалау институтының директоры Көпсекбай Төлеубаев. Бұл кісі осы Домалақ анамыздың кесенесін шын мәнінде орталық Азиядағы ең озық өнер туындысы ретінде жоспарлаушы авторлардың бірі болып отыр. Бұл кесенеге Қазақстанның түкпір-түкпірінен, орталық Азиядан түркі халықтарының өкілдері келіп арнайы зиярат етіп отырады. Қасиетті анамыздың басына тәу етеді. Ал енді осы ескерткіштің бір ғажап көрінісі бұл шын мәніндегі мынау қазақтың жазиралы даласындағы қасиетті орындарға айналып отыруында. Белгілі құрылысшы конструктор ғалым Көпсекбай Төлеубаев 2009 жылы Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ мемлекеттік техникалық университетінің жанындағы диссертациялық кеңестің отырысында жолдарды қорғайтын ғимараттардың конструкцияларын есептеудің теориялық негіздері және таудағы табиғат құбылыстарының апаттарын болжам мен бағалау атты тақырып бойынша техника ғылымдарының докторы ғылыми атағын алу үшін диссертация қорғады. Ол 150-ден астам ғылыми еңбектің, сонымен бірге 29 авторлық куәлік пен патенттің авторы, оның мақалалары отандық, сондай-ақ ТМД елдерінің орталық басылымдарында жарық көрді. Сонымен қатар, жоғарғы оқу орындары студенттерін арнап, қазақ тілінде бір оқу құралын, 6 оқу методикалық кітапшалар жазды. 31 томдық қазақша орысша терминологиялық сөздіктің авторларының бірі Көпсекбай Төлеубаев болып саналады. Украинада шығатын белгілі басылымның редакциялық алқа мүшесі, сондай-ақ ол Украина құрылыс академиясының академигі болып саналады. Көпсекбай Қазақстан құрылысшылар ассоциациясының даңқты құрылысшысы белгісінің иегері. Қазақ ұлттық инженерлік академиясының және халықаралық инженерлер академиясының академигі, халықаралық сәулетшілер академиясының профессоры, корреспондент мүшесі, халықаралық экология және тіршілік қауіпсіздігі ғылым академиясының академигі, қол жеткен жетістіктер үшін айтулы академияның Ломоносов орденімен марапатталды. Бұл шаршамайтын жігіт. Мысалы, мен қазір 120 патентім бар. Авторский дейді орысшасында, Москвадан алған. Соның бір 20-30 Көпсекбайға берем, сызып берем, бәрін 2-3 күн жазып әкеліп береді. Қазақстанда ешкім істей алмайды. Мен өзім бәрін жаза беріп шаршайсың ғой. Көпсекбайға берсең, ол тындырып сенің артық жазып әкеліп береді да. Бір жақсы жері сол. Екінші жақсы жері тынымды. Тынбайды да, қазір бір үлкен кітап жазып жатыр. Кітап жазғанда құрылыс механикасының өте ауыр саласы бар. Соған кітап шығарайын деп жатыр. Содан кейін бұл Көпсекбай әр бағытта жұмыс істеген. Мысалы, кандидаттығын қорғағанда үлкен ғимараттарды, аспалы ғимараттар туралы қорғады. Москваға барып, эксперименттер жасап, экспериментке қатысып, бір жыл жатып, 1 жарым жыл қорғап шықты. Ал енді докторлығын менің қол астымда жұмыс істеді дағы, менің қол астыма жұмыс істеді, мен жетекшісімін. Бұл селден қорғау, қаланы Алматына, қар көшкіннен қорғау, топырақ көшкіннен қорғау, опызын дейді ғой, соны сейсмикадан қорғау. Осы тақырыптың бәрін біріктіп, бір керемет ғылыми жұмыс жазды. Оны қорғады. Әрқашанда ізденіс үстінде жүретін инженер-конструктор Алматы қаласындағы 10.500 көрерменге арналған әмбебап спорттық ойын-сауық залы жобасының авторы. Айтулы жоба инженер құрылысының мол мүмкіндігімен қатар еліміздің инженерлік жобалау мәдениетінің өскендігін паш етті. Осы жобаға байланысты Көпсекбай Төлеубаев инженерлік қызметін ғылыми зерттеу жұмыстарымен байланыстыра білді. Белгілі құрылысшы жоғарыда аталып өткен ғимараттың негізгі құрылыс монтаж жұмыстарының жүргізілуіне көп еңбек сіңірді. Өкінішке орай бұл жоба аяқталмай, қаржының жоқтығынан теңдесі жоқ ғимарат бұзылып кетті. Бұл Көпсекбайдың орындалмай қалған бір үлкен арман еді.
Көпсекбай Радкулович. Көпсекбай Төлебаевтың тиімділігі мол бірнеше ғылыми техникалық жобасы тәжірибе жөнінде қолданылды. Мысалы, екі аралықты элементтерден құралған стержін түріндегі қуыс сел ұстағыш қондырғы Алматы облысының Ақжар өзенінің бойында салынды. Оның тиімділігі мол болды. Торлы, кереге торлы, селден қорғайтын ғимараттың, үйінді ұстағыштың және ұстағыштардың тиімдік конструкциялары, сел тасқыны мен қар көшкінінің қысымын өлшейтін қондырғылар, құм мен қар бұрқасынан қорғайтын конструкциялар жасалды. Олар өте тиімді. Өте аз типтік өлшемдері бар элементтерден құралған және сыртқы түрлері күрделі емес, энергияны өте көп азайтады. Это характерная черта его работы. Работает на уровне мировых достижений науки и техники. Инженер-конструктор Көпсекбай Төлебаев Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының мүшесі. Қазақстан Республикасы ұлттық инженерлік академиясының инженерлік істерді дамытуға қосқан үлестері үшін медальмен марапатталды. 3 монографиялық оқу құралдары жарық көрді. Белгілі ғалым әртүрлі халықаралық деңгейдегі семинарлар мен конференцияларға қатысып, Ашхабад, Копенгаген, Торонто, Шымкент, Алматы қалаларында инженерлік құрылыс жобалары жайында баяндама жасап, жоғарғы баға алды. Қол жеткен жетістіктері үшін Мальта Республикасының Usmaker Award халықаралық дипломы мен Францияның өндіріске ықпал ету ассоциациясының алтын медалі және дипломымен марапатталды. Өзінің ғылым мен техника саласындағы жеке еңбегі мен жетістіктері үшін Россия Федерациясы Федералды жиналысының ТНД жөніндегі комитетінің ынтымақтастық жұлдызы ордені 2008 жылы Москва қаласында табыс етілді. Қазақстан құрылысшылары ассоциациясы 2010 жылы Көпсекбай Төлебаевты даңқты құрылысшы құрмет белгісімен марапаттады. Осы жыл оған ТНД мемлекеттері құрылыс кешендері ұжымдарының ең үздік жетекші сертификаты беріліп, оның есімі осы елдер арасында өткізілген озық құрылыс және жобалау ұжымдары халықаралық байқауының жеңімпаздарына арналған алтын кітапқа жазылды. Үлкен халықаралық беделге ие болған құрылысшы ғалым Швейцарияның құрметті құрылысшы атанды. Көпсекбай Төлебаевқа Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағы берілді. Ол сондай-ақ Қазақстанның құрметті инженері, Қазақстанның құрметті құрылысшысы атағына ие болды. Нобель сыйлығының лауреаттары Джон Неттинг және Уилл Гулдхир сияқты аса беделді ғалымдар қазылық еткен Сократ комитеті Оксфорд саммитінің шешімі бойынша Көпсекбай Төлебаев 2012 жылы ғылыми интеграцияны дамытумен өз кәсіби қызметінде заманауи озық технологияларды игерумен барынша тиімді пайдалануда қосқан жеке үлесі үшін ғылым саласында ең беделді саналатын халықаралық Сократ сыйлығымен марапатталды. Жақында ғана Ұлыбритания директорлар институтының және дүниежүзі үлкен беделге ие Advent UK London ұйымының шешімі бойынша еңбек ұжымын басқарудағы үздік жетістіктері үшін Алматы Гипрогор бір жобалау институты конкурстың халықаралық дипломымен марапатталды. Бірінен соң бірі туындап, ешқашанда таусылмайтын жұмыстан қолы қалт етіп босай қалса, Көпсекбай туған жеріне, туған туыстарына асығады. Есімін ел ардақтайтын құрылысшы ғалым елге барған әр сапарында көңілі бір марқайып қалады. Ауылдың ертеңін ойлайтын Көпекең өз қаржысына туған ауылында мешіт салғызып, имандылық үйі ел игілігіне айналып отыр. Есімі бүкіл Қазақстанның оңтүстік өңіріне белгілі, Қарақылды қақжарған би, орақ ауызды шешен, Қылышбай бабасы туралы құнды кітап шығарып, үлкен игілікті іс жасады. Тәуелсіздігімізді алған алғаш жылдардағыдай емес, халық тұрмысы жақсарып, бір кездерде еңсесі түсіп кеткен ауылдың ырысы мен берекесі қайта оралып, сән сымбаты ажарлана түскендей. Ағамыз
тек қана сол өзінің мемлекетіне, республикасына еңбек етіп жүрген жоқ, туған жеріне де ұмытпай үнемі келіп атсалысып туған жерді түлетуге, осы туған жердегі жерлестеріне қол ұшын беріп бір үлкен еңбек етуге де талпынады да жүреді. Оның мысалы өз ауылында, Қылышбай ауылында туған жерінде үлкен мешіт ғимаратын соғып берді. Өз қаржысына, өзі жобасын жасап, қазір ауыл соны үнемі айтып мақтанып отырады. Сонымен қатар аудан орталығында бізде үлкен аурухананың соғудың жобасын жасап, оған да үлкен көмек көрсетті. Қазір біздің қолымызда ол кісінің жасаған бір үлкен жақсы жобасы бар. Сол ауылымызда бір мәдени спорт кешенінің жобасын бізге ұсынып отыр. Құда қаласа осыны біз ойластырып іске асыруға. Міне ол кісінің соған өтен сондай қозғалып. Міне үнемі осындай бір жақсы идеяларды беріп, ауылға келіп, көмек көрсетіп, туған жерге сол әйтеу бүйрегі бұратта тұрады. Біз сонымен бір жағынан қуанамыз, мақтанамыз. Осындай ағаларымыздың ауылға жасап жатқан еңбегі, туған жерге деген өзінің жаңағы жүрегінің соғысы бізді қуантады. Атағымен, есіммен мақтанамыз. Осындай азаматтардың Мойынқұмның жерінен шыққанына мақтанамыз. Мойынқұмдықтар Көпсөкбайды әрқашанда құрмет тұтып, ел азаматтарына үлгі өнеге етіп отырады. Ел азаматының туған жерінің гүлденуіне қосқан үлесі үшін 2014 жылы Көпсөкбай Төлебаевқа Мойынқұм ауданының құрметті азаматы атағы беріліп, аудан әкімі Болат Мәдікенов елінің елеуісіне айналған ағасының үстіне зергелі шапан жапты. Бұл қуанышты кездесуге Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері, белгілі өнер саңлақтары Шәміл Әбілтаев, Асылхан Шүңіреков, Сәуле Жанпейісовалар қатысып, ән мен күйден маржан шашты. Алдымызда тұрған Қылышбай ауылы деп аталады. Ол мына қазақтың елдігін, бірлігін, осы өңірдегі халықтың ұйытқысындай болған Қылышбай шешен Ержанұлының құрметіне аталады. Осы өңірде туып, осы өңірде өмір сүрген Қылышбай шешен өз заманының ірі тұлғасы болған, өз заманына лайық өмір сүрген, отырықшы елді ынтымаққа шақырып, ел арасында, ру арасында түрлі даулардың туындамауына ұйытқы болып, елдің ұйытқысындай болып өткен адам. Өте өткір, шешен адам болған. Сол кісінің бір кішкентай ғана өсиет өлеңінде былай деп айтылады. Бір үйде нешеу болсаң да, әр қайсың бөлек үйдесің. О дүниеге барғанда білмеймін қандай күйдесің. 5 күншілік өмірде жегеніңе мас болып, бір-біріңе қас болып, күжірейтесің несіне желкеңнің қыржық шүйдесін дейді. Бұл дегеніңіз мына өмірлік мәнін жоғалтпайтын ешқашанда. Елдің арасында ешқашан ыдырамауын, бірліктің, ынтымақтың болуын, төртеу түгел болса төбедегі келеді деген қазақтың нақылының бір дәлеліндей. Осы Қылышбай атамыздың көптен еленбей жатқан, жинақталмай жатқан, ел аузында шашырап кеткен өлең жырларын жинап, шешендік сөздерін жинап, бір баспа бетіне шығарып жүрген сол кісінің қазіргі тікелей ұрпағы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, ауданның құрметті азаматы Көпсөкбай Рәтқұлұлы Төлебаев ағамыздың еңбегіне рахмет айтқымыз келеді. Көпсөкбайдың кіндік қан тамған Қылышбай би ауылының үлкені мен кішісі атақты жерлестерін зор құрметпен қарсы алды. Есімі дүниежүзінің төрт бұрышына белгілі ел азаматының үстіне зерделі шапан кигізіп, астына сәйгүлік мінгізді. Бұл жүрек жарды кездесуде де айтылған ақ тілек шексіз еді. Жергілікті ақын Әділқожа ағасына арнап жыр жолдарын арнады. Көпсөкбай сәлем бердім кезімеден ай,
Бұрынғы бабалардың сөзіменен ай, құрметті азаматтық құтты болсын ай, өзіңді құттықтауға аған келген ай, жар салыңдар ай, тамсаныңдар ай, қол соғып Көпсекбайды қарсы алыңдар ай. Көпекеңнің ең үлкен бақыты отбасы, жанұясы. Құдай қосқан қосаға алтын екеуі екі қыз, бір ұл тәрбиеледі, 4 немересімен жиені жасыл құрақтай жайқалып өсіп келеді. Ұлы Ғазиз әке жолын қуып инженер құрылысшы атанды. Кандидаттық диссертациясын ойдағыдай қорғап шықты. Үлкен қызы Анар Казателекомда еңбек етеді. Ал ең кенжелері Нұрия болса құрылыс экономикасында абыройды еңбек етіп жүр. Өте кішіпейіл. Барсаң, аға деп жаны қамайды. Оның үстіне Көпсекбайдың бір жақсысы адал. Мысалы, өзінің баласы қорғады кандидаттығын, ол кандидаттың қорғағанда баласына ол жәрдем берген жоқ. Саған керек па? Бағытын берді ғой, қорға деп. Сондықтан балалары да, қыздары да жеке әкесіне қарама жұмыс істейді. Әкесі қандай дарынды болса, балалары да сондай. Бұл кісі туралы көп нәрсе айтуға болады. Мен өте парасатты, жаңағы байсалды, қарапайым болғанмен бұл кісі ірі тұлға деп есептеймін. Енді қазақтар айтады ғой, 8 қырлы, 1 сырлы. Азамат үлкен кісі. Бұл кісінің өте беделі, жоғары, абыройы жоғары, соның ішінде профессионалды жағынан атап өткім келеді. Адамзаттың шыққан рухани шыңы елі, халық үшін атқарған игілікті ісі болып табылады. Осы рухани әрқашанда биік болсын десең, өз табысыңнан көрі өзгенің жетістігін көбірек ойла. Артыңда ізгіліктің ізін қалдыр. Шәкіртсіз ұстаз тұл екендігін ұмытпа. Өзің бастаған игілікті іздерді жалғастыратын көз ашық, көкірегі ояу білікті мамандар даярла. Айтылған қағидалар Көксекбай Рядқұлының алдына қойған нұрлы жолы, нұрлы мақсаты. В 2005 году мы продолжили подписание договора о совместной деятельности. Алматы Гипрогор бір жобалау институты Қазақ бас сәулет құрылыс академиясы мен өзгелерге үлгі боларлықтай жұмыстар атқарып келеді. Замандасымыз 2005 жылдан бері Қазақ бас сәулет құрылыс академиясы сәулет факультетінің филиалының директоры. Ол 2009 жылдан бері Айтулы академияның қамқоршылар кеңесінің мүшесі. 2013 жылы Айтулы жоғарғы оқу орнының ғылыми кеңесінің шешімімен Көксекбай Төлебаевқа академияның құрметті профессоры атағы берілді. Біраз жыл бұрын жауапкершілік шектестік, серіктестік ретінде компанияның жағдайы өте нашар еді. Қай жағынан алсақ та, енді бүгінгі күнде бұл өте үлкен, өте беделді, осы Қазақстанда аты шыққан компания болып есептеледі. Енді бүгінгі күнде біздің компания өте үлкен жетістіктерге жетті. Содан бірден бір себепкер осы біздің басқарып отырған директорымыз Көпсекбай Радқұловичтің көп жаңағы жұмыс істеді деп есептеймін. Бүгінгі күнде коллективіміз үлкен. Енді өздеріңізге белгілі, әртүрлі кризистік жағдайдан өттік. Соған қарамастан біздің компания әрқашанда алда болды. Өте аумақты, күрделі жобаларды осы біздің компанияларда жасалуда. Соңғы жылдары тынымсыз еңбектің арқасында Көпсекбай Төлебаев жетекшілік ететін Алматы Гипрогор бір жобалау институты жобалаушылары Алматы мен Астана қалалары үшін күрделі және экономикалық жағынан тиімді жобалар дайындады. Осы жобалар бойынша қайталанбайтын және өзіндік ерекшелігі бар сәулеттік ансамбльдер мен кешендер салынды. Астанадағы Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамының әкімшілік ғимараттары, Алматы әуежайындағы халықаралық жолаушылар терминалы, Самал-2 ықшам ауданындағы Рамстор сауда орталығы, Павлодар қаласындағы Мәшһүр Жүсіп атындағы мешіт, Астана қаласындағы 2000 орындық цирк пен Қазақстан Республикасы парламент сенатының ғимараты ерекше көз тартады. Жоғарыда аталған ғимараттар
сапалылығы және әсемдігі мен тәуелсіз Қазақстанның сәулет құрылыс саласындағы жетістіктерін бүкіл әлемге таныта біледі. Осы деректі туындыны түсірген кезіміздегі бір аңғарғанымыз, Көпсекбай қазақтың бір зиялы азаматы ретінде әдебиетті, өнерді, тарихты ерекше сүйеді. Әсіресе оның жаны тарихқа жақын. Өзінің кешегісін, өткен тарихын білмеген халықтың ертеңі, жарқын болашағы жоқ деген қағиданы берік ұстанады. Сәулет өнері бойынша ізденіс өз алдына, бұл Көпекең рухани жағынан өте бай кісі. Мен бірде өзінің Мойынқұм ауданына сапардас болдым. Сол сапарда сол ауылдағы ескі бұрынғы бір мен білмейтін ақындардың өлеңдерін жинап жүреді екен. Бұның бәрі бұл кісінің сондай шығармашылық, рухани жағынан өте бай азамат, инженер екенін дәлелдейді. Мен жақында бір кітабым шыққан Әлмерек жайында. Мен оқуға бердім Көпекеңе. Көпекең бір 15 күннен кейін мен хабарласам оқып шығам деді. Мына кітап оқитын заманда ол кісі менің кітабымды оқып, кітаптың әріп қатесіне дейін нүктелерінен көрсетіп маған айтты. Және жетістігіммен қатар әттеген жерлерінде айтты. Мен осыған қатты риза болдым. Қанша жұмыс басты болып жүрсе де, демалыс күндері жанына халықаралық Дулати қорының директоры, белгілі жазушы, тарихшы Мұхтар Қазбек және кәсіпкер Мәдет Қожекеев тәртіп Жамбыл, оңтүстік Қазақстан облыстарына жиі сапар шегеді. Ондағы игі мақсаттары Дулаттан тарайтын Ботпай ұрпақтарының өткен тарихына тереңірек үңіліп, шынайы шежіре жасау. Қазақ ұлтының қалыптасуында өзіндік үлкен тарихи орны бар Ботпай бабамыздың күмбезді кесенесі оңтүстік Қазақстан облысындағы қасиетті қастерлі жер Сайрам ауданында мыңдаған жылдардың куәсі болып, тереңнен күмбір-күмбір сыр шертетін кесененің айналасын темір шабақпен қоршау, абаттандыру мен көріктендіру жөнінде игі бастама көтеріп жүргенінің бірі Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, техника ғылымдарының докторы, академик Көпсекбай Төлебаев. Оңтүстікке келген сапарында өзі жоба салуға ат салысқан зиялы азамат, қазақ халқының арасында домалақ ана атанған Нүрила анасының кесенесіне арнайы ат басын бұрып тағзым етіп Құран бағыштады. Бір қазақ қана емес, бүкіл түркі дүниесіне есімі белгілі ұлы бабасы Бәйдібектің есімі Көпсекбайдың тұла бойына ерекше бір рух күш жігер беріп тұрады. Түркі әлемінде өзіндік орны бар, бүкіл адамзаттың Шыңғыс атанған дәуіріміздің заңғар жазушысы Шыңғыс Айтматовтың есімі Көпсекбай үшін ерекше қымбат. Шоқтығы биік талантты жазушының баға жетпес туындылары әдебиетте сешкен асын жерге қоятын Көпсекбайға өмір бойы рухани азық болып келеді. Осы деректі туындыны түсіру барысында Көпсекбай Төлебаев Қырғызстанның астанасы Бішкекке арнайы келіп, соңында мәңгілік өлмейтін туындылар тастап кеткен ұлы жазушының рухына бас иіп, ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Я, жақсының жақсылығын айт, нұры тассын дейді данышпан халық. Тәуелсіздік алған Қазақстанның аяғынан тік тұрып нығая түсуіне өзіндік үлес қосып жүрген абзал азаматтар елімізде көптеп саналады. Солардың бірі Мойынқұмның өрені, Қылышбайдың бір мұзбалақ қыраны, халқының қалаулысына, елінің елеулісіне айналған құрылыс және сәулет өнерінің үлкен білгірі, ұйымдастырушысы академик Көпсекбай Төлебаев болып саналады. Биыл 65-тің асқарына шығып, 70-ке қадам басқан абыройлы азамат әлі де елі үшін, халқы үшін аянбай еңбек ете бермек. Көпсекбайдың шығар биіктері әлі де алда.